Сәлем достар, сіздермен Молахмеда Жансая. Қазір миксермен дайындалатын пирогты жасап көрсететін боламын. Бірінші жұмыртқамызды шағып аламыз, одан кейін үстіне секерімізді салатын боламыз. Міне осылай 4 жұмыртқамды салдым. Осылай жұмыртқамды миксерлеп алдым. Осындай көпіршік болып ақ түске айналады. Енді үстіне секерін салатын боламын. 200 грамм секер менде. Енді ұнымды салатын боламын. Ұным 1 стакан. Міне осылай шықты. Қазір табаға салатын боламын. Міне осылай табаға салдым. Қазір пісіретін боламын. Достар, менің пирогым осылай шықты. Өте дәмді, жұп-жұмсақ.